Яма. Мен жазып бармасам маған шығып қояды ғой. Мен жалғым келмейді, көшіріп алсам бола ма сені? Есіңде ма алдында? Мен саған есебіңді шығарып беріп едім. Сол кезде сен айтып едің ғой, бір күні көшіруге берем деп. Ұмытып қалдың ба? Соң несіне салайын дегем ғой, сен ұмытып қалды деп. Бересің ба? Неге көрсеткің келмей тұр? Жарайды, көрсетпей-ақ қой маған. Айтып тұршы, мен жазып алсам бола ма? Жазып алайын, я? Бірақша, сен апайға айтпайсың ғой, я? Апайға айтпайсың ғой, сенен көшіріп алғанымды. Сен айтып тұрып, мен жазып алғанымды, я? Айтпаймын де. Мен де саған кезінде айтқан жоқпын ғой. Сен неге ойланасың? Мен де кезінде айтқан жоқпын саған. Сол үшін сенімге айтуыңа болмайды. Я, конечно, айтпаймын. Сен де айтпай ма? Айтып тұрасың ба, әлде көшіріп алайын ба? Мен тетрадымды алып келгем. Черновик қой, тетрад емес. Тетрадымда басқа да есептер бар да, сол үшін неге тастап кеттім. Жоқ, сен көшіріп алмасын деп емес. Просто алып жүргім келмеді. Маңдайына кішкентай болған соң алып жүре салдым. Айтасың ба? Я. Бірақ сен жай айт, ма? Мен жай жазамын ғой, білесің ғой, я? Айтасың ба? Я. Қай числода болды ол? Я. Я. Тақырыбы қандай еді? Сол. Бір тақырып болды ма, я? Я жаздым, я. Айта бер, сен жай айт, ма? Ілесе алмай қалмайын, я? Я, айта бер. Мен жақыннан қарамасам көзім көрмейді. Жоқ, мен тыңдап тұрмын ғой, сен просто былай қарамасам мен көзім жетпейді. Айта бер. Я. Жай айтсайшы. Машина емеспін ғой, жай айт. Жай айт дейм. Мен жеткен жоқпын ғой. Мен бастапқы сөйлемде қалып қалдым, жай айт. Ұрсып атқан жоқпын. Жоқ, мен ұрсып атқан жоқпын саған, жай сөйлеп атырмын, машина айтып атырмын. Жалғастыра бер, кел, так сосын. Тоқта. Тоқта. Точка ма? Атыр ма? Атыр. Әлі көп па? Маған бере саларсың, бәлкім. Просто сен қате айтасың. Мен қате жазып қоюым мүмкін. Ертең тағы мен жаман баға алып тұрсам, мүмкін бере саларсың. Егерші, сенші, маған берсенші, саған орнына басқа зат беру мүмкін. Не зат қалайсың өзің? Мысалы, мен ертең сабаққа
басқа уақытта да көшірді. Обещаю, я. Онда менше болмай ма, қазір кіріп шықпасаң сол әжетханаңа. Той, онда менше саған тамақ жеп қойып қайта келу мақыма. Оған дейін сен әжетханадан шығып бүкіл жұмысыңды тындырып қойшы ма. Маған кино әкеп бересің ма? Байқай ма? Андай өтірік айтып үйде ұйықтап қалу жоғынан ма? Мен